танымас. Біз негізі ең бірінші адамдармен танысқан кезде де адамның есімін біліп, сосын барып танысып, әрі қарата әңгімемізді айтып кетеміз ғой. Сол сияқты Алланың есімінен бастадым да, бірінші Алланы тану бойынша, есімдер арқылы тану деген сияқты, осылай есімінен бастаған болатынмын. Негізі Алланы танымасақ, біз өзіміз танымаймыз. Өзіміз танымасақ, өмірде орнымыз таппаймыз. Сол үшін де адамдарға пайдалы болайын, адамдар да білсін деген ниетпен, жақсы ниетіммен бастаған болатынмын. Сіздерге пайдалы болып жатырмын деген ойдамын. Пайдаланыңыздар, жазыңыздар. Алла мол сауаптан жазсын. Сөзімді қорытындылай келе, мына нәрсені түсіндім да, Алла Тағала мен арқылы біреуге бірдеңе үйретпекші, бірдеңе түсіндірмекші. Демек, мен солай себепші болсам, онда өте қуаныштымын деп осылай бастап кеткен болатынмын.